Түркістанда өнерлі өлке облыстық фестивалі жалғасуда. Бұл шара Түркістан облысының 5 жылдық аясында ұйымдастырылып отыр. Фестиваль 4 айға жоспарланып отыр. Онда аудан, қалалар, этноауылда суретшілер мен қолөнер шеберлерінің және аудан қаланың жетістіктері туралы көрмелер ұйымдастырады. Бүгін Түркістан облысының құрылғанына 5 жыл толуына орай ұйымдастырылған өнерлі өлке облыстық өнер фестивалі Отырар ауданының мәдени күндерімен бастау алды. Шараның көркі этноауылда ауданның қылқалам және қол өнер шеберлерінің көрмесімен қызықты болды. Аталмыш көрмені қала қонақтары мен шетелден келген азаматтар тамашалады. Құрметті көрермендер, дәл қазіргі сәтте Отырардың көрмесіне арнайы шетелдік қонақтар келді. How you like? Oh, me? You asking me? Here is great. We have a group, so we take a tour around Kazakhstan. And now today we are in Turkestan. We're going to Astana tomorrow. And we are enjoying. Осы тарихи аумақты аралап жүрміз, біз рахаттанып жүрміз. Біз таулы аймақтан келдік, бірақ бұл жерге келгенде мәдениетті көбірек көрдік, білдік. Қазақылықтың сезіліп тұр ғой. Күмбірлеген күйлер мен жан тербетер әндер қамтылды. Айта кетейік, Түркістан облысы әкімдігінің қолдауымен Түркістан облысы мәдени және туризм басқармасы ұйымдастырып отырған аталмыш фестиваль 4 ай бойы әр аптаның жұма, сенбі, жексенбі күндері жалғасын табады. Бекітілген кестеге сәйкес әр аудан, қала, облыс орталығында өз өнерін көрсетеді. Ал отырарлықтардың мерейлі мерекеге дайындығы тіптен ерекше болған екен. Мынау енді өнерлі өлке фестивалінің аясында біз кешелі бері осы киелі Түркістан жеріне Отырар елінен рухани керуенмен кетіп тұрмыз. Күні кеше ғана Сұлтан Бейбарыс бабамыздың 8 жылдығына орай арнайы Фара кітапханасында арнайы кескіндеме көрме өткіздік. Содан соң Сұлтан Бейбарыс атты спектакль өткіздік премьерасын. Енді Құдай қаласа сол кеше кескіндеме көрмемізді мамандар жақсы бағалап, Мысыр елінде болатын, алдағы уақытта жазда болатын, Мысыр елінде болатын жаңағы халықаралық ғылыми конференция шақырып жатыр. Ал ертең ұлттық ойындар сайысы мен ұлы даланың дәстүрі кеңінен дәріп береді. Ал фестиваль соңында үздік деп танылған аудан қалалар бағалы сыйлықтармен және арнайы жүлдемен марапатталады. Айдос Игіліков, Досжан Аяған, Түркістан 24.